бүгінгі поэзия дәурен құрар кешіміздің қадірі. Тәуелсіздік әдебиеті. Дәл осындай атаумен Жанайдар Мусин атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжінде Қазақстан Республикасы Жазушылар одағы өкілдерінің, әдебиет және қоғам қайраткерлерінің қатысуымен әдеби форум өтті. Шараға филология ғылымдарының докторы, профессор, ақын Бауыржан Жақып, Қазақстан Жазушылар одағы Нұр-Сұлтан қалалық филиалының төрағасы Дәулеткерей Кәпұлы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Жазушылар одағының басқарма төрағасы Ұлықбек Естәулет ел астанасынан арнайы келді. Біздің қазақ халқына, ұлтымызға қыруар ұлы тұлғаларды берген, ұлы классиктерді берген. Көкшетауда талант сарқылып қалған жоқ қой. Дарындар сарқылып қалған жоқ. Алтын шыққан жерді белден қазса, әлде шыға беретіні сөзсіз. Рухани жиын барысында Қуаныш Оспан, Мерген Тоқсанбай, Серікбай Әбілмәжін, Жайнарбек Зандыбай, Серғазы Қайырболды, Қайрат Сейтқазин, Абылайхан Әшімхан қатарлы Көкшетаудың 7 қаламгері Қазақстан Жазушылар одағының мүшелігіне қабылданды. Сондай-ақ ақын Мерген Тоқсанбай Жазушылар одағы Ақмола облыстық филиалының директоры болып тағайындалды. 7-1 тармағына сәйкес 2021 жылдың 20 қазанынан бастап Тоқсанбай Мерген Көшербайұлы Ақмола облыстық филиалының директоры болып тағайындалсын деп Ақмола облысы республикада болып жатқан әдеби үрдіске көп араласа алмай жатыр да. Ол жақтан көп нәрсе жалпы облыста істелмей жатыр. Біз барынша бұрында істеп жүрдік. Бұл бәрі әдеби процесс үрдіс. Біз осы қалыпта, осы бағыттан таймай, бұны алдағы уақытта еселеп, көбейтіп, барынша жұмыс істейік деп жатырмыз. Айта кетейік, аталмыш шара Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналып, Көкшетау Қазақстанның мәдени астанасы жобасы аясында өткізілді.